Мен қолымда бар ақпаратқа сәйкес полигондардың 20% ғана тиісті талаптарға сай келеді. 2020 жылдың аяғында үкімет кешенді іс-шара жоспарын бекітті. Онда 100 жаңа полигон салу қарастырылған. Бүгінгі күнге өңірлермен сол 100 жаңа полигон салу жоспарының аясында 7 полигон салынып іске қосылды. Жалпы осы бағытта жұмыс баяу жүріп жатыр. Ауыз толтырып айтатындай нәтиже жоқ. Әкімдіктердің жұмысын дұрыстап үйлестіру керек министрлік тарапынан. Министрліктің белсенді ұстанымы керек осы бағытта. Біз бұның бәрін көріп тұрған жоқпыз әлі күнге дейін. Ал енді үлкен ірі елді мекендерде бірнеше жаңағы технологиялық варианттары бар. Мысалы, Вена деген қалада сондай мусорный комбинат қаланың қақ ортасында тұр. Жылу, тоқ сондай беріп тұрды. Мусордан газ алады, оны жағып, жаңағы электр энергиясын алады, немесе жылу энергиясын алады. Немесе сол жердегі пайдалы дүниелердің бәрін сұрыптап барып, оны екінші жаңағы шикізат есебінде пайдаланады. Міне осындай әлемдегі бар озық технологияларды әкеліп біз Қазақстанға енгізуіміз керек. Сонда біз бұл мәселені шешеміз. Мысалы, қараңыз, Қазақстанның өзінде біздер су полигонға бар өткен жылы соның жұмысымен танысқанбыз. Сонда бізге берген мәлімет бойынша 46%-ға дейін Астанада полигонға кететін тамақ өнімдері. Біліп отырсыз ба? Ал шетелдерде мысалы тамақ өнімдерін бөлек алып, оны жаңа бөлек сұрыптап, одан тыңайтқыштар жасайды. Біліп отырсыз ба? Сондықтан бізге ол бар технологияны әкеліп ендіру керек. Қазіргі таңда жоқ, мына полигон жабамыз, мына полигон керек емес, ананы істемейміз десек, бізде қоқысты шығаратын жер жоқ. Целиноград ауданы, басқа да Қазақстанның көптеген аймақтарында мынау қалдықтарды жою саласында бұл мәселе күрделі жағдайға тап болып отыр. Бұл негізгі мәселесі қоқысты қайта өңдеуге тиісті инфрақұрылымы болмауы. Былай айтқанда, халықтың саны өсуімен бірге қалдықтардың да көлемі де артып келеді. Ал қолданыстарға қоқыс жинау және өңдеу жүйелеріне бұл үрдіске ілесе алмай отыр. Елді мекендердің шетіне пайда болатын заңсыз қоқыс тастайтын жерлер тағы бір елеулі проблема. Қоқыс жию ормандарға, егістік жерлерге, негізгі су көздерінің маңына төгіледі. Бұл табиғи ресурстарды ластап қана қоймай, жануарлар мен адамдарға да қауіп төндіреді. Қоқыс контейнерлерінің жетіспеушілігі тұрғындардың қоқыс контейнерлерінің қасына тастап кетуіне себеп болып, рұқсат етілмеген қоқыс орындарына пайда болуына ықпал етеді. Қалдықтарды қайта өңдейтін зауыттардың артықшылықтарын соны айта салайын. Қалдық көлемін азайту біріншіден. Қайта өңдеу қоқыс полигондарды, қалдықтарды санын қысқартады. Екіншіден, табиғи ресурстарды сақтау. Қайта өндірілген материалдарды жаңа ресурстарды өндіруге деген қажеттілігі азайтады. Үшіншіден, энергетикалық тиімділік. Қалдықтар энергия көзі ретінде пайдаланылып, көмірсутек ресурстарына тәуелдігін төмендетеді. Төртіншіден, экономикалық пайда және жұмыс орындарын ашу. Зауыт жаңа жұмыс орындарын құрып, экономикалық дамуына серпін береді. Бесіншіден, ластандануды азайту. Қайта өңдеу улы заттардың қоршаған ортаға таралуына жол бермеу. Енді соңғы экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Бұл жоба халықтың экологиялық сауаттылығын арттыруға ықпал етеді. Енді қорытындыда айтсам, қалдықтарды қайта өңдейтін зауыт бұл табиғатқа түсетін жүктемесі азайып, тұрақты дамуға және таза қауіпсіз болашаққа құруға бағытталған маңызды қадам деп айтуға болады.